Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының репертуары жаңа қойылыммен толықты. Қас-қағым деп аталатын спектакль жазушы журналист Жабал Ерғалиевтің қаламынан туған Жетім тағдыр пьесасының негізінде сахналанған. Тұтас қойылым жас режиссер Елік Нұрсұлтанның көркемдік шешімімен жүзеге асқан. Адами қарым-қатынас, махаббаттың жоғалып бара жатқаны. Жалпы адамдардың бір-біріне деген жылулығы сондай жоғалып барады. Сондай жылулық, махаббат жоғалған кезде адамдар депрессия дейді, апатия дейді, психологиялық жаңа ауруларға душар бола бастайды адамдардың бәрі. Қойылымның бас кейіпкері Жазира беймәлім дертке ұшырайды. Ол бойын билеген қорқыныш пен үрейден арылып, жанын жегідей жеп қыр соңынан қалмайтын елестен құтылу үшін психиатр Сәбиттің көмегіне жүгінеді. Ал Сәбит болса, денім сау, мен тек махаббатқа сенуім керек. Сонда ғана барлық дерттен құлан таза айығамын деген жас қыздан қолдан келген көмегін аяп қалмақ емес. Жүйкесі сыр берген қызды махаббатқа айландырып, өмірге деген көзқарасын өзгертуге тырысады. Бірақ билік пен мансап қуған Жазираның ата-анасы дәрігерге мұрша бермейді. Өз қыздарын құрбан етіп, бай-бағланның баласына ұзатып, оңай олжаға кенелмек. Қойылым жанры метафизикалық трагедия болғандықтан, реалды және эреалды оқиғалар бір-бірімен үйлескен. Кейде бір өзіңмен өзің қалғың келеді, бір жеке бір көрермен бір сыбырласып сөйлескің келеді. Мына ішкі жан дүниеңді жеткізгің келеді. Кейде айқайлаған кезде адамның, актердің ішіндегі мынау тұнып тұрған сезім үркіп кетеді. Ал дәл осы сахна жай ғана сыбырлап қана жеткізесің. Жай ғана көзіңмен, махаббатты да, мұңды дағы, қарсылығыңды да, соның барлығы көрерменмен ара қатынастағы бір әдемі бір алтын көпір жіп пайда болады. Қойылым авторлары осы арқылы жалғыздыққа ұшырап, депрессияға түсу, махаббат пен жылулыққа зәру адамдардың кез келгенде, тіпті әлем бойынша кездесетін жайт екендігін астыртын жеткізеді. Спектакльдің соңында барлық адам шизофренияның кішкентай формасымен ауырады деген ойға кенелесің. Өнер дегеннің өзінің бір екі даму бағыты болады. Біріншісі өнер, әсіресе айталық нақты сахна өнер туралы айтсақ, қоғамның өзін өзі тануы, қоғамды өзін өзі танытады. Екіншісі өнерлік ізденістер болады. Ең жақсы деген спектакль, ең жақсы деген көркем шығарма осы екі бағытты үйлестіре алатын болса, онда ол өзінің діттеген мақсатына жеткені. Меніңше, мына қас-қағым жанры метафизикалық трагедия осы екі міндетті де жақсы алып жүреді, бір-біріне үйлестіреді ғой деп ойлаймын. Себебі, біріншіден мұнда бүгінгі қоғамның ғана емес, жалпы адамзат баласы үшін өте өзекті мәселе көтеріледі. Екіншісі, мұның оқиғасы, бүгінгі күннің оқиғасы. Мұндағы кейіпкерлер бүгін біздің замандастарымыз, біздің арамызда жүрген, өзіміз мүмкін күнделікті мүмкін араласып жүрген, мүмкін біреуміздің туысымыз, біреуміздің танысымыз. Расымен де қас-қағымға осы өмірдегі оқиғалар арқау болған. Сюжеті қарапайым, күнделікті кездесіп жүрген мәселелер. Қоғамдағы әлдінің әлсізге деген зорлығы, қарапайым адамдардың кінәсіз күйіп кететіні, ақша билеген заман. Өмірді тек ақша билейді, өмірді тек байлық билейді деген адамдардың психологиясы. Махаббатсыз, иманы жоқ қоғамның өте қорқынышты екені. Шығармашыл топ өзекті мәселелерді қаузап, әртүрлі адамдардың психологиясын көрсете отырып, өте үлкен проблемаларды көрермен алдына ашық шығарды. Из всех психиатрических заболеваний шизофрения является самым распространенным. Да, различие между людьми больными и между людьми нормальными, можно сказать, чрезвычайно иллюзорно. Адамның мәңгілік құндылықтарынан айырылмауына шақырып, санаға сәуле салған спектакль премьераға жиналған қалың көрерменнің ешқайсысында бейжай қалдырмады. Қойылым біткен соң көп нәрсені зердеге тоқыды. Жақсы, актерларды, актрисаларды жақсы ойнады деп ойлаймын. Шынымен өмірдің шындығы осы шығар деп ойлаймын. Қазіргі кезде көбісі ол мүгедек жандарға қарамайды. Сол мен өмірден түсінгенім. Бүгінгі қойылым жалпы адамзатқа бір ортақ тақырыпқа арналған. Жалпы адам бойындағы зұлымдық пен парасат, ақ пен қара, бұл күллі кез келген ұлтқа, ұлысқа бұл мәңгілік тақырып. Өте жақсы, сондай өмірден алынған тақырып, халық сондай бір көтеріліп, өзіміз бәріміз жақсы көңілмен қайтып бара жатырмыз. Өте керемет әсер алдым. Актерлері өте керемет.
ойландыратын жағдай, ойландыратын оқиғаны түсірген, шынымен де. Қойылым маған ерекше ұнады. Бұл қойылым неге десеңіз, адамдардың қазіргі адамдардың психологиясы қалай өзгеріп жатқаны, ақшаға қалай сатылып жатқаны, адамдық қасиеттен қалай өтіп жатқаны, кетіп жатқаны маған өте аянышты көрінеді. Білмеймін, сөзім жоқ айтарғаш. Ол Қазақстанда білмеймін, мен мынандай дүниені бірінші рет көріп тұрмын. Бомба деп айтсақ та болады, бірінші рет мынандай шығарма қойып тұр. Яғни тура метафизикалық жағдайда ұсыныстан мынандай жағдай білмеймін. Басқа режиссерлардың құлақтарын алтын сырға. Қазақ сахнасына жаңа қадам жасаған қас қағымнан қапы қалғыңыз келмесе, Мұхтар Әуезов атындағы драма театрына асығыңыз.